Я с 6 лет в футболе, за 20 лет никогда такого не было, чтобы судья так много себе позволял. Жалко, я не лудоман, да, или хорошо, что я не лудоман. Бірінші таймда бізде де таза пенальти болды деп есептеймін. Біздің 19-ші номер Леонатель прорывқа шыққан кезде. По мне видно, мое мнение, я даже сразу увидел, что все-таки офсайда нету. We fight, we go down a little bit with a goal against, and we come back and fighting to win the game at the end. Давай, Орда. Достар, ассалаумағалейкум. Әлем чемпионаты мен біз үшін ең маңызды Қазақстан премьер лигасы. Аманбай YouTube арнасына қош келдіңіздер. Және біз 13-ші турдың орталық ойыны Семейлік Елімай және Шымкенттік Орда Шымкент командалары арасындағы ойынға келдік. Және бүгінгі ойыннан керемет влогты ұсынамыз. Ендеше міндетті түрде лайк бас, комментарий жаз, көрмей жатып кім женеді және тіркел. Рахмет сіздерге айтпақшы, 8.000 болдық, енді келесі меже 10.000 оқырман жинау. Ендеше орталық ойын Елімай Ордабасы. Бастаймыз. Бүгінгі ойынға 300 Теханс фанс өкілі келген екен. Ендеше Елімай фанс, немесе Теханс фанс. Елімай, немесе Орда. Көрейік. Сұмдық енді поддержка. Самый оптимистический болельщик Орды, Бейбет. Какой прогноз на сегодняшний матч? Так, смотри, я проанализировал где-то 2-1, 3-1 в нашу пользу. Кто забьет? Ох, ты хочешь вот так, да? А я не был готов. Я можно вернусь к тебе с этим ответом? Все, окей. Просто есть мнение на этот счет. Да, блин, мне надо... Жалко, я не лудоман, да? Или хорошо, что я не лудоман. Как у тебя настроение? Мне кажется, шикарная атмосфера. Посмотри, что происходит. Не, я жду вообще огненный матч. Тогда такой вопрос. Почему сегодня мы не увидели в старте Жаслана Амира, главную звезду на сегодня Орды Шымкента? В данном случае, если Муртазаева называют джокером Елимая, то все-таки тренер сегодня решил в качестве джокера приберечь Амиров после тяжелых выездов в национальный сборной. Қараңыздар, Ордабасының вице-президенті қалай доппен жұмыс жасауды үйретіп жатыр футболшыларға. Серік болсын, осындай вице-президенті бар, Орда бақытты ғой мынау. Достар, айтпақшы, менің серіктестерімде керемет акция болып жатыр. Әлем чемпионатына өзінің болжамында жазда 10.000 теңге ұтып ал. Одан бөлек плюс бол акциясы бар. Ол акция бойынша, егер сіз бірінші орын алсаңыз, Audi A8, Toyota Camry және Kia автокөліктерін ұтып аласыз. Одан бөлек MacBook, iPhone, FreeBet'тер. Әлем чемпионаты басталды. Керемет мүмкіндік. Сілтемені мен міндетті түрде комментарийге қалдырамын. Өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыз. Достар, бүгінгі ойынға барлық билеттер сатылды. Sold out. Спартак стадионда 8,5 мың жанкүйер бір мезетте жинала алады. Sold out. Керемет, осылай қазақ футбол дамысын. Осылай әрбір матчта осындай жанкүйер көп болса, біздің футбол дамиды. Сондықтан өздеріңіздің командаларыңыз КПЛ ойындарын қабылдаған кезде, бірінші лига болсын, екінші лига болсын, міндетті түрде барыңыздар. Өйткені егер сіз бармасаңыз, сіз команданы қолдамасаңыз, өңірдің футболы қалай дамиды? Сол сұраққа маған жауап беріңдер. 12 камераға түсіру үрдісі жалғасуда. Бас продакшн осы екі команданың айтпақшы ойындарын 12 камераға түсіреді ғой.
Семейдегі ойындар, Шымкенттегі ойындарда пенальти, офсайд барлығы анық көрінеді. Қауіпсіз жағдай. Эвертон! Ой-ой-ой! Абагна! Қандай мүмкіндік? Айтпақшы, екі команданың қақпасында да қосал қақпашылар. Неге дейсіздер ме? Өткені Ордабасыда Қажымқан Төлепберген шықты бүгін. Қажымқан үшін бұл КПЛ-дағы дебют Ордабасы сапында биылғы жылы. Ал Елімай сапында Никита Пивкин. Енді Никита! Қандай сейф! Міне не үшін Никита Пивкин шықты? Португалиялық Стойкович қосал құрамда, енді 3 тур бойы Никита шығып жүр ғой. Енді біз көрдік не үшін шығып отқан. Никита Пивкин. Әшірбек Пакашты антишті жеп жатыр. Ойында әзірше гол жоқ. Енді осы влогты қызықты қылу үшін, сіздер үшін бір-екі инсайтымды айта кетейін. Осы командаларға қатысты. Ислам Чесноков барлық енді Ордабасыға ауысады деп жазды, бірақ Ислам Чесноков керісінше Тобылға ауысуға жақын. Бұл Ислам енді трансфер жүзеге асқаннан кейін міндетті түрде айтамыз. Ордабасы қанша ұсынды, Тобыл қанша ұсынды, бірақ қай ұсынысты қабылдаса да КПЛ тарихында қалуы мүмкін Ислам. Себебі оған ұсынылған жалақы қазақстандықтардың ішінде ең жоғарғы болатыны анық. Әзірше Ислам Тобылға ауысуға жақын, 60%-ға және 40%-ға Ордабасыға. Келесі апта шешілу керек. Сосын Қажымқан Төлепберген деген қақпашыға құда түсіп жүр, және қай клуб дейсіздер ғой? Тобыл. Олар бір обмен жасайық дейді. Біз сіздерге Устименканы береміз, ал сіздер бізге Қажымқанды беріңіздер. Және Қажымқан, Бусурманов екеуі негізгі құрамда кім лайықты екен соны шешсін. Бірақ Ордабасы бұл ұсынысты қабылдамаған. Елімай Ғалымжан Кенжебекті қатты қалады. Тіпті келіскендей болды. Келісті. Бірақ Станислав Саламыш деген бапкер, мен Ғалымжанды ешқайда жібермеймін. Ғалымжан маған керек. Себебі Ғалымжан Ресей премьер-лигасындағы соңғы 2 ойында керемет, тәп-тәуір ойын көрсетті, өзін РПЛ-да ойналатын екен дәлелдеді. Сол себептен Ғалымжанды біз Қазақстанда әзірше көрмейміз. Елімай қақпашыларды іздеп жатыр айтпақшы, бірақ жақсы қақпашы табу қиын ғой қазір. Барлығының өзінің командасы бар, шетелден көріп жатыр. Егер Пивкин бүгінгідей дәл бірінші таймдағыдай ойнаса, онда тіпті Никита команданың екінші айналымдағы негізгі қақпашысы болады. Қауіпті айып добы Абагна. Бір 20 метрдей бар енді қақпаға. Бүгінгі ойын төрешісі айтпақшы Арман Исмуратов. Матель, не істедің? Ордабасы пресс-службасы міне осылай жұмыс жасайды. Салынған голды бірден Сейіл Қожатай Инстаграмға салады. Бұл жақта міне фото өңдеп жатыр жігіттер. Сразу ноутбукке салып, монтаждап, Лео Нательдің керемет голын қазір сіздерге ұсынады. Нұрсұлтан Пиалы Семей футзал командасын ойнайды, бірақ өзі Шымкенттікі. Арнай Ордабасын қолдап келді. Нұрсұлтан, қалай жалпы атмосфера, ойын қалай, чемпиондыққа татитын команданың ойыны ма? Ассалаумағалейкум, біріншіден баршаларыңызға. Осындай Шымкенттің атмосферасын сезінуге келдім. Бұйырса Ордабасыға. Мен өзім Ордабасының бір бөлшегі болғандықтан кейін, өзім Шымкенттікі болғаннан кейін келіп, балаларға жанкүйер болуға
Себебі өзіме орда баста ойнадым группа подготовкада, кейін футзалда болдым. Ойын өте жақсы, бұйыртса чемпионский ойын. Алла қаласы чемпион болады деп ойлаймын орда баста. Техас фанс жанында отырған қалай екен? Техас фанс жақсы, иә. Біз барлығымыз қазақпыз ғой біріншіден. Сол себепті Семейде жүрсек те, жүрегіміз енді орда басты деп соғады. Семей, либо Шымкент деген нәрсе жоқ менің ойымда. Барлығымыз бір қазақпыз. Қалайсың, Арнольд? Елімай командасында 2 мүмкіндік болды. Қақпа бағанасы және гол. Есеп теңесті 1-1. Ойынның 56-шы минутында ордабасы сапында өзгеріс. Гол авторы Лео Нательдің орнына алаңға 15-ші нөмірдегі ұлттық құраманың ойыншысы Жасұлан Әмір. Ордабасының алтын баласы, сары баласы Мактомини немесе Де Брюйне. Меніңше Мактомини жарысатын секілі ойыншы селімен, бірақ бәрі Де Брюйне дөріш. Стадионға дәл кіре беріс жерде Елімайдың фан-шоуы бар. Бұл жақта тамақ, су барлығы қарастырылған. Бүгін солда 38,5 мың жанкүйер. Қараңыздар, әдемі көрініс қой, әдемі көрініс. Так, құрметті достар, оказывается, гол болған жоқ. Неге екен білмеймін, мен о кезде әкімнің жанында тұрғам. Есеп 1-0. Бірақ екінші таймда Елімай өте мықты бастады. Дәл осындай қарқынмен бір гол салуға мүмкіндік бар. Екінші тайм қызық болады. Гол! Абагна, свояк дейді ғой бильярдта. Гол соқты Давид Абагна. Есеп 2-0. Осымен барлығы бітті ме, құрметті көрермендер. Амир Жасұлан, қандай мүмкіндік. Достар, тағы да бір дебют. Ойынның 78-ші минутында Абинур Нұрымбет алаңға шығады. Және ол гол авторы Давид Абагнаны алмастырады. Және алаңда айтпақшы, міне Йонсын деген норвегиялық шабуылшы бар. Гол соға ма соқпай ма көреміз енді. Бой ұзын, өте мобильный, подвижный екен. Құрметті көрермен, гол. Нет, на этот раз не отменят. 83-ші минутта Елімай гол соқты. Гол бола ма, болмай ма? Өткені бұл ойында бір голды атмена қылды. Гол. Есеп 2-1. Енді қалған 10 минут өте қызықты өтеді, құрметті көрермендер. Және де Бекхан Шайзаданың неге бүгінгі ойынға қатыспағаны белгілі болды. Мен енді біліп алдым, Ордабасының қызметкерлерінен сұраған кезде, оказывается, кеше Бекхан Шайзада Семейде тамақтанып жатқан кезде отравился. Қазір енді ойынға сол үшін қатыса алмайды екен. Бірақ Қажымұқан төлеп бергенде бірнеше жақсы жасады. Сондықтан меніңше бұл Ордаға керісінше бір 10 ықпалын тигізген сияқты. Енді қалған 10 минутта не болатын көрейік. Гол! Жасұлан Әмір Йонсын ұрды. Жасұлан Әмір бос қақпаға гол салды. Жаси, красава! Йонсын! Жанкүйерлер кетіп жатыр. Соңғы минуттар командасының
камбэгіне сенбейтін сияқты. Жалпы білмеймін. Сонына дейін сену керек қой жігіттер. Міне енді Елімайдың басқасында жүрген оның басты талисманы деп те айтып басақ болады. Біздің әріптесіміз не жетіспей қалды бүгін Елімайға? Білмеймін, бірдеңе де қиын. Усиление керек. Бір-екі ойыншы керек, ортаны жаратын. Бұлай команданы жерден алып, жерден салғым келмейді кейде. Бірақ бүгін көңіл күй түсті, өз алаңымызда 3-1 гол жіберіп алу, ол Елімай құрлығалы болмаған шығар. Менімше. Усиление керек деп отырсыздар, қай жерге? Орталық алаңға алғы шепке ме, вингерлер керек пе, қақпашы керек пе? Қақпашы керек біріншіден. Екіншіден Оразов пен Бақтиярбен ойнап жүр, оларды кінәлағым келмейді. Шабуыл шебінде нақты былтырғы кенжебектерді аңсаймыз. Солармен жылап шақтысамыз кейде. Бірақ енді ол келмейтін болғаннан кейін енді басқа да іздеп жатыр деген енді сыбыстар бар ғой, енді бір үміт бар енді. Енді команда ұтқан кезде қасында болдық, жеңілген кезде командадан тастап кететін емес. Бұл жолда да кешіреміз ғой. Өте дұрыс. Командаларыңызды соңына дейін қолдаңыздар. 89 минут. Есеп әлде 3-1 орда алды. Жоқ, алдағы уақытта бір жүлдеге таласатын шығармыз енді, бос. Енді бүгін вообще ойнамады. Оны ойнамады, я. Давай! Құрметті достар, ойын аяқталды. 3-1 есебімен Қазақстан премьер-лигасындағы бірінші орын иесі Ордабасы жеңіске жетті. Және де Қайраттан +5, жоқ, +4 болды. Congratulations, great debut. You emotion, bro. Bro, thank you to the team. We fight. We go down a little bit with a goal against, and we come back and fighting to win the game at the end. Давай, Орда. Дархан Қызайбай, по традиции, ойыннан кейін, жеңісті ойыннан кейін. Таки заметили, да, мен барған ойында Ордабасы биыл ұтылмайды. Конечно. У нас очень много талисманов. Один из талисманов ты, наверное. Рахмет. Ойын туралы там судья, бірдеңке, өзіңіз көрдіңіз ғой, эмоции, не дейсіз? Повторын көрген жоқпыз әлі, бірақ енді в целом бірінші таймда бізде де таза пенальти болды деп есептеймін. Біздің 19 номер Леон Отель прорывқа шыққан кезде контакт болды деп көрдім өзім. Сондықтан білмеймін енді төрешілік туралы ештеңке айта алмаймын, бірақ жігіттерге рахмет, таза жеңіс болды, командаға рахмет. Бізге маңызды шыпай, маңызды ойын болды, қарсылас мықты, осал емес. Рахмет, ұттық. Традиция. Подарок. Подождите. Қараңыздар, құрметті көрермендер, бұл ұлттық құраманың жейдесі, қазір Дәкен өзі көрсетті. Кімнің жейдесі дейсіздер? Жасұлан Әмір, Максим Самародовқа ассист берген жейде және Ордабасының футболшысы, болашақ жұлдызы дебют жасаған футболканы арнайы алып кеттім және бүкіл... Кімнен алдыңыз дейсің? Сізге сыйлық. Рахмет. Болды, бұны бермеймін. Рахмет. Құрметті достар, осылайша 13-ші турдың орталық ойын аяқталды. Сырт алаңда Ордабасы маңызды, просто маңызды үшін жеңіске қол жеткізді. Есеп 3-1, ойын аяқталды. Барлық эмоциялар қазір басылады. Білмеймін, қазір ана офсайдты қарау керек. Бірақ мен ойында қараған кезде офсайд
болмаған сияқты. Мықты ойын, мықты эмоциялар, әдемі көрсеткіш, және Ордабасы турнирлік кестеде +4 және 1 ойыны артық Қайраттан. Ал Елімай болса 6-шы орынға түсті, 5-ші орынға отау көтерілді. Құрметті көрермендер, менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, тезірек 10 мыңға жетейік, қызықты контенттер көп болады. КПЛ дами берсін, қазақ футболы тек алға. Элдар Аманбаев. Ал достар, аман-есен үйге де Астанаға жеттім, және түсе салып әлеуметтік желілерде ойынның бас төрешісі Арман Есмұратовтың былығы жайлы барлығы жазып жатыр. Оның барлығы рас, дәйектері де бар, бірақ Арман Есмұратов Карповичке, Жанали Пайрузға не деп айтты? Оның барлығын сіз ойыннан кейінгі баспасөз маслихатында Елімайдың бас бапкері, Елімайдың жартылай қорғаушының сөздерінен өзіңіз түсініп аласыздар. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Ойын аяқталды, бірақ ойыннан кейін әдеттегідей әңгіме көп. Бұл Қазақстан премьер-лигасы. Каналға жазылыңыздар. В первую очередь хотел поблагодарить болельщиков. Сегодня была лучшая атмосфера в этом году. Вот, наверное, за 1,5 часа до матча уже чувствовалось, что люди переживают, болеют. Вот. Такого еще я у нас не видел. Вот. Поэтому огромная благодарность болельщикам. Вот. К сожалению, не смогли их порадовать хорошим результатом. Вот. Ну, Ордабасы хорошая команда, на самом деле, и они не случайно находятся вверху турнирной таблицы. Но есть вещи в футболе, которые решают очень многие вещи. Я, по моему мнению, не согласен со многими эпизодами, связанными с судейством. Вот. Первый гол, когда нам забивали со штрафного, ну, на видео четко видно, если, конечно, кто-то из-под земли невидимый не выскочил и там не сбил, что даже никакого касания не было. Футболист еще пробежал 2 метра, упал, назначили такой стандарт штрафной, который вблизи штрафной площади. И, ну, понятно, что его нужно реализовать, но это определенное преимущество для такой команды, это хорошая возможность, которую Ордабасы использовал. Эпизод с голом отмененным, ну, не знаю, там можно чертить разные линии, но по мне видно, мое мнение, я даже сразу увидел, что все-таки офсайда нету. Я не знаю, как кто там трактует, кто рисует эти линии. Естественно, для нас это такой эпизод ключевой, наверное, да, мы вернулись в игру при счете, да, то есть и гол отменяют. То есть я вижу, что это 2 кардинально важнейших таких эпизода по игре, в игре, да, которые, конечно же, ну, сказались на результате. Вот опять же повторю, что Ордабасы очень хорошая команда. Ну и, наверное, самое главное, это персонаж, главный тренер, главный судья матча. Это просто уникальная вещь, я впервые работаю. И чтобы так разговаривали с тренерами и игроками, меня буквально главный судья, рефери, да, Есмуратов, послал на 3 буквы. Вот, это было видно, слышно. Вот есть подтверждение Али Пайруз, которого тоже он удалил. То есть мы не сказали ничего сверхъестественного, просто сказали, вы слышите, что говорят болельщики. То есть, и, ну, он сегодня унизил всю область нашу, унизил всех наших болельщиков, которые пришли, болели, переживали таким отношением. Да, еще он там сказал, что оставшиеся полчемпионата он будет долбить Елимай. Сказал, что порвет меня где-то лично. Ну, то есть я бы хотел, чтобы вы просто понимали суть разговора главного рефери, да, то есть это просто какая-то дикость. Если он хочет там порвать меня, я, в принципе, в любой момент готов. Просто порваться можно самому. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы это услышали все, да, это вопиющий случай, который, ну, просто в футболе не должен быть. Главные судьи, вообще судейский корпус, они очень важные для игры. Люди, от которых очень многое зависит. И если так люди работают, судят, еще и ведут себя так, то есть, да, он fuck off, ну, вот Али подтвердит, да, игрокам, то есть, да. Которые приехали впервые играть в Казахстан, они сейчас сидят в раздевалке в полном шоке и недоумении, почему так происходит, почему судья
у него чувство полной безнаказанности, или я не знаю, как это даже комментировать. Я просто в шоке. За 26 лет никогда ни один судья вот так на себя так много не брал, никогда не посылал. А он во время игры, получается, да? Прям вот. Во время игры, когда Хрвой Ильич получал желтую карточку, он ему говорит «shut the fuck up». Извиняюсь за маты, конечно, но он ему прямым текстом говорит «shut the fuck up». Я не хочу комментировать его работу сегодня, но я еще раз повторюсь, за 26 лет своей жизни, я с 6 лет в футболе, за 20 лет, никогда такого не было, чтобы судья так много себе позволял, материл игроков, материл главного тренера после игры и просто так раздавал карточки. Мне красную карточку, мы с Андреем Владимировичем стояли, говорили там, послушай, да. Али сказал, за что Да. красная карточка? Да. То есть, да, он ему, ты что со мной, то есть тоже его Я- матом. И Сперва он посылает тренера на 3 буквы, всем известные. Я говорю, зачем ты материшься? Просто, спокойным тоном. Он мне берет тоже красную карточку. Я говорю, за что? Он никак не комментирует. Просто говорит, уйди отсюда, и еще добавляет там свои любимые фразы матерные. Я просто в шоке. У меня нечего сказать. С таким судейством мы далеко не уйдем. но он унизил... С такими судьями. С такими судьями, да, с такими личностями. Но это на самом деле уникальные случаи, они просто позорят весь наш футбол, да, всю вообще сферу спортивную, да, скажем. Это уникальные вещи, когда я думал, что я многое видел, оказывается, все-таки даже в 45 лет можно с многими моментами столкнуться и получается, что вот сейчас, да, есть футбол, и есть вот какая-то история такая, которая безнаказанная. Я не совсем понял этого человека, возможно, у него что-то с головой произошло, чтобы вот так вот такие вещи говорить. То есть, если бы ладно, я думаю, что можно, в принципе, посмотреть и по губам, что я даже слова не сказал. Я сказал лишь только, вы видите, как реагирует стадион, и то есть прямым текстом. И еще сказал, что оставшиеся полгода он будет долбить Елимай. Вот просто, чтобы вы знали. Это он уже здесь сказал. И мне, спортивному директору, я так понимаю. спортивный директор. Да. Потому что я здесь находился, просто я камеру не включал, но я... Он просто сказал, я вас буду... Да. И он и мне сказал, когда я... Вот. Ну ладно. Такая вот информация. Я думаю, что... Бог судья, как говорится. Я надеюсь, что на это отреагируют, и такие люди просто, они позорят и нашу страну, и спорт, и все подряд. Бүгін бізде таза vibe кешегі өткен жағдай хайп бүкіл мемлекет менің контентіме дайын егер талғамы болса мені ютубтан қарай бүгін бізде аман vibe